көктем деп аталады. Тәрбие сағатымыз 3 кезең бойынша өтеді. Бірінші кезең қаһарман ұрпаққа мың тағзым сұрақ-жауап кезеңі. Екінші кезеңіміз ешкімде, еш нәрседе ұмытылмайды. Адам ұрпағымен мың жасайды. Оқушылар өз аталары туралы естеліктермен бөліседі. Өлеңдер мәнерлеп оқылады. Үшінші кезеңіміз ел үшін туады. Мақал-мәтелдер, шығармалар, хаттар оқылады, әндер орындалады. Оқушылардың шығармашылық жұмыстары қорғалады. Тарихындағы ең ауыр сұрапыл соғыстың аяқталғанына биыл 75 жыл. Зарықтырып жеткен жеңіс күнінің қадірі бәріміз үшін тым қымбат. Сол бір қиын күндер адамзаттың жүрегіне өшпес із қалдырды. Ауылда қалған қариялар, бала-шаға, зауылдаған оқпен, лапылдаған от жалынның арасында жүрген бауырларына, әкесіне, ағасына сеп болсын деп бәр күш жігерін салды. Тылдағы әрбір күнде соғысқа теңеді. Бүгінгі мамыражай, тыныш өмір сүріп жатқанымыздың өзі, қаһармандарымыздың қалыптастырған берік те бекем бірлігінің нәтижесінде келді. Әуеде ұшқыш, теңізде теңізші, окопта әскер, тылда еңбеккерлер, бәрі де ұлы жеңіс үшін өз кеуделерін оққа тосты. Отан атты ыстық ұғым, тәтті сөз, қарсы келген дұшпандарына қаймықпай қарауға жігер беріп рухтандырды. Ұлы Отан соғысының батырлары: Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Талғат Бегелдинов, Мәлік Ғабдуллин және тағы басқа ата-апаларымыз көп. Бейбітшілік дегенді қалай түсінесің? Бейбітшілік адамдар мен мемлекеттер арасындағы достық қарым-қатынас. Соғысушы мемлекеттер арасындағы қарулы қақтығыстың тоқтатылуы. Шығыстан қосылыстар атанған Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова. Мәншүк Мәметова 1922 жылы Батыс Қазақстан облысы Орда ауданында дүниеге келді. Әлия Молдағұлова 1925 жылы Ақтөбе облысы Қобда ауданында дүниеге келді. Төртінші сұрақ: Рейхстагқа ту тіккен қазақ батыры кім? Рейхстагқа Қошқарбаев Рахымжан ең бірінші болып ту тіккен. Осы есімді білмейтін қазақ, оның ерлігін қайталауды армандамайтын жас ұрпақ жоқ шығар сірә. Өйткені Рахымжан ерлігі еріксіз бас идіретін ерен ерлік. 1945 жылы 30 сәуірде Рахымжан Қошқарбаев шайқасқан 150-ші атқыштар дивизиясы Рейхстагқа шабуыл жасайды. Жаңбырдай жауған оқтан жасқанбаған лейтенант Рахымжан Қошқарбаев және оның қатардағы жауынгері Григорий Булатов фашистер тірегінің кеңсесіне бәрінен бұрын жетіп, жеңіс туын Рейхстагтың бірінші қабатына тігеді. Осы ерлігі үшін 150-ші дивизия басшылығы қазақ жауынгеріне Кеңес одағының батыры атағын беру туралы ұсыныс жолдайды. Алайда сол кезде КСРО-ның басшылары әділетсіз шешім қабылдап, Қошқарбаевқа ең жоғарғы лауазымның орнына Қызыл ту орденін береді. Арада жарты жыл өткен соң ресми Мәскеу тарихи қателікті түзетіп, қазақ батырының ерлігін мойындауға мәжбүр болады. Әлия мен Мәншүкке жасаған ерліктері үшін қандай атақ берілді? Оларға Совет одағының батырлары деген атақ берілді. Бейбітшілік дегенді қалай түсінесің? Бейбітшілік дегеніміз ол тыныштықта өмір сүру, соғыспау және адамның бірін-бірін жақсы көру және сыйлау. Мен Молдахмет Нұржамал Ержан қызымын. Зарипов Сейітқазы атаның шөбересі боламын. Атам 1941 жылда Ұлы Отан соғысына аттанды.
Атам Берлин, Варшава, Кенигсберг қалаларын алуға үлкен үлес қосты. Сол соғыстағы ерліктер үшін ордендермен марапатталған. За взятие Берлина, за взятие Варшавы, за взятие Кенигсберга, орден Қызыл жұлдыз, орден Славы 2-3 степени ерлік үшін марапатталған. Біз елін, жерін, тілін сүйіп, біздің болашағымыз үшін қан маңдайда жанын беріп, соғыста аруақтарымызды ұмытпаймыз. Атам 1945 жылдың желтоқсан айында оралды. Құрметті ардагерлер, сіздерді ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңыздың дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, бақ-береке тілеймін. 10 мамыр жеңіс күні құтты болсын. Батыр ой есімдері ақталады. Жыр болып жүректерге сақталады. Ғасырдан ғасырларға аңыз етіп, ұрпағым мәңгі бақи мақтанады. Мен үлкен атам Сәрсен Өтеп 1941 жылы 1945 жылдары аралығында Ұлы Отан соғысына қатысқан. Бірнеше медальдары болған. Соның ішінде біреуі міне. Мен үлкен атамның ерлігіне мақтанамын. Біз әрдайым батырларымызды құрмет қамқорлық танытуымыз керек. Менің атам Ализатов 1922 жылы 2 мамырда туылды. Соғысқа 1941 жылы кетті. Новгород облысы Невель деген елді мекенде соғысқа қатысты. 100-ші қазақ атқыштар бригадасында болған. Невельде Мәншүк Мәметовамен майдандас болған. Жеңістің 60 жылдығына Мәскеу қаласында жеңіс шеруіне қатысып, Путиннен медаль және ерлігі үшін деген мақтау қағазын алған. 2005 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың Айдын орденін алды. Соғысқа қатысқаны үшін көрсеткен ерлігі үшін Совет одағынан алған орден медальдары бар. 2018 жылы 96 жасында Алматы қаласында қайтыс болды. Мен атамды құрметтеймін, мақтаймын. Менің атам менің қорғаным. Мұқағали Мақатаев, отан. Мен оның күнін сүйем, түнін сүйем, ағын дөзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты, бозторғайы боланың шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуің де күйік екен, отанды сүйгенің де күйік екен. Мұқағали Мақатаев, сәби болғым келеді. Құста болғым келмейді, қанатым бар күмістен жаратылған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, нөмірден хабарсыз жыны туған. Отта болғым келмейді, жылуым бар, керексе жылыныңдар. Әлди болғым келеді, әлди болғым, күн сәулесі ойнақтап тұлымымда, оттыратын ойнасы қылымымдап. Қанаттанып өмірге ұшырамда, кесілмесін бәрі бір тұсауымда. Сәби болғым келеді, сәби болғым, сәби жоқ ананың құшағында. Тар бесігі кер жаһан тарылмаған, біреуге бар, біреуге табылмаған. Сәби болғым келеді, сәби болғым, ана сүті аузына арылмаған. Елі үшін туады. Ерлік, отан туралы мақал мәтелдер. Отан үшін отқа түс, күймейсің. Отан оттан да ыстық. Әр адамның туған жері өзіне қымбат. Бұл туралы халық былай айтқан: туған елде ел болмас, туған жерде жер болмас. Ит тойған жеріне, ер туған жеріне. Ер ел арасы. Батыр туса ел арасы. Жаңбыр жауса жер арасы. Туған жердің күні де ыстық, түні де ыстық. Ер бір рет өледі, қорқақ 1000 рет өледі. Бай болсаң, халқыңа пайда тисің. Батыр болсаң, жауына найзаң тисің.
ел үшін туады. Ардагерлерге хат. Құрметті ардагерлер, міне, сол соғысты аяқталып, еліміз ұлы жеңіс мерекесін тойлағанына да 75 жыл толып отыр. Біз жанымызға үрей туғызатын, қорқынышты соғыс деген сөзді үлкендерден ғана естіген ұрпақпыз. Сол соғыста қайсарлық пен ержүректілікті танытқан Әлия, Мәншүк, Бауыржан секілді апа-аталарымыздың ерлігін кітаптан оқып, кинодан көріп, елін қорғаудағы жан аямай күрескендерін мақтанышпен айтамын. Батыр бабаларымыздың бірі Балбек Балқышевтың «Шығыс ұлына хат» шығармасын оқығанда сіздердің қиын сәттерін бастан кешіргендеріңізді көргендей болдым. Қиналдыңыздар, жаныңыздағы достарыңыздан айырылдыңыздар, бірақ ештеңеден қорықпадыңыздар. Үлкен жүректеріңіздің арқасында отанымыз жаудан қорғалды. Біз сіздерге балалық жүрегімізден мың алғыс айтамыз, әрі мәңгі айта бермекпіз. Өйткені бұл үлкен ерлік енді қайталанбайды. Біздің көкірегімізге рух пен күш бердіңіздер. Сол арқылы отанды сүюге, оны құрмет тұтуға, бойымызға биік патриотизмді қалыптастыруға үйреттіңіздер. Ұлы Отан соғысы 1941 және 1945 жылдар арасында болған. Бұл соғыс екінші дүниежүзілік соғыс болып саналады. Ұлы жеңіске жеткенімізге биыл 75 жыл. Бұл күн әр адамды толқытатын, ерекше аса қастерлі де айтулы күн. Сол бір сұрапыл жылдары қазақ халқы өзінің отанына, жеріне деген патриоттық сезімін, ұлттық мақтанышын дәлелдеді. Бұл соғыс қайғы қасірет әкелді. Бір отбасы болмады. Бірінің әкесі, бірінің ағасы қаза тапты. Аналар жесір, балалар жетім қалды. Қаншама жас боздақтар оралмай қалды. Қайғының орны толмас жара болды. Бірақ сағы сынбады, жігері жасымады. Олардың бойындағы отаншылық сезімі, қолына қару алып сапта тұрған көптеген ұлт өкілдерінің тізе қосқан бірлігі мен ерлігі жеңісті жақындата түсті. Отаны елі үшін жанын пида еткен ата-бабаларымыздың ерліктерін еш уақытта ұмытпаймыз. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Ұлы жеңіс мейрамы құтты болсын. Сөзімді мына өлеңмен аяқтағым келіп тұр. Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, қасымда болсын аным, болайын мен аман. Ерлік. Осы бір сөзді естіген кезде көз алдыма сансыз қалам ойлар келіп, сонау жаңғыртуға асқақтатады. Ел ішінде ер елдің айнасы деген терең мағыналы мақал бар. Түбіне үңіле қарасаң, ұшы-қиыры жоқ кеңістікке енгендей сезімде боласың. Дәл осындай мағыналы ойдың бала қиялымды сансыз көп тараптарға жол сілтері рас. Сонау атам заманнан бері білектің күшімен, найзаның ұшымен елін қорғап қалған ата-бабаларымыздың ерлік істері бүгінгі ұрпаққа үлгі боларлықтай іс. Алайда қазақ халқының арда туған асыл текті, жауырыны тоқпақтай ерлері елім деп, жерім деп жауға қарсы шауып, бостандыққа қол жеткізуді ғана мақсат тұтқан. Дәл осындай елім деп еңіреп туған ерлердің есімі еш уақытта елеусіз қалмайтыны ақиқат. Халқымыз мұндай қаһарман батырларды жыр аңыздарға айналдырып, өшпес ерліктерін ауыздарынан, жан түрегінен сақтауы тиіс. Қазақ елінің қасиетін өз бойына дарыта алған, туған ұлтын шексіз сүйіп, терең қадір тұтқан халқымыздың қаһарман ұлдарының саны аз емес. Қаһармандар қатарына Талғат Бигелдинов, Рахымжан Қошқарбаев, Бауыржан Момышұлы, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова секілді батыр бабаларымыздың ерлігінің арқасында қазіргі тату-тәтті өмірімізге, бейбіт заманымызға жетіп отырмыз. Мәншүк Жиенғалиқызы Мәметова 1922 жылы Орал облысы Бөкей Ордасы ауданында дүниеге келген. Алғашқыда 1943 жылы соғысқа қатысты. Оның шын есімі Мәнсия. Анасы оны Моншағын деп атаған. Бірақ Мәнсияның тілі келмей, ол өзін Мәншүк деп атап кеткен. Ерлікке тағзым. 9 мамыр ұлы жеңіс мерекесі. Біз осы жеңіске қол жеткізгенімізге 75 жыл болыпты.
Біз осы жеңіске Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова, Бауыржан Момышұлы және де тағы басқа қаһарман ардақты ардагерлердің арқасында жеттік. Ұлы Отан соғысы, яғни екінші дүниежүзілік соғыс 1941 жылдан 1945 жылға дейін созылыпты. Жеңіс деген жақсылықтың сыйлары, жігер менен құштарлықтың құралы, күрескердің арманы мен ұраны, қуаныш пенен мерекенің бұлағы. Рахаттың түбі кеңіс, еңбектің түбі жеңіс. Ерлік пен бірлік жеңіске жеткізеді. Мерекелеріңіз құтты болсын. Қазақ халқының қаһарман ұлы батыр Бауыржан Момышұлы Жамбыл облысы Жуалы ауданына қарасты Көлбастау ауылында дүниеге келген. Бауыржан Момышұлы Шымкенттегі 7 жылдық мектеп-интернатын бітірген соң мектепте мұғалім болып жұмыс істеді. Бауыржан Момышұлы әскер қатарына 1932 жылы алынды. Сондай-ақ 1940 жылы Қазақ әскери комиссариатының нұсқаушысы болды. Ұлы Отан соғысы басталысымен 316 атқыштар дивизиясының жасақталуына атсалысып, сол дивизия құрамында майданға аттанды. Мәскеу түбінде болған айқастарға қатысып, 8-ші гвардияның дивизиясының батальон полк командирі болды. Осы гвардияны басқарды. Ол өзінің асқан ерлігі мен соғыс өнерін қыр-сырын меңгерген білікті жауынгерлік қасиетімен ерекшеленіп, оның атақ-даңқы аңызға айланды. Бауыржан Момышұлының ерліктері мен естеліктері халық аузында кең таралған. Халық айтады, Бауыржан айтқан деген әңгімелері кейінгі ұрпаққа, елге, өз еліне деген сүйіспеншілік пен махаббаттың үлгісі болып қалды. Батыр аға туралы көптеген еңбектер жазылды. Бауыржан Момышұлы батырлығымен қоса қаламгерлігі сай тарихи тұлға. Сонымен қатар әдеби және әскери өнерде артына қайта айналмас ұлан ғайыр ұлттың рухани мұра қалдырған бірегей қаламгер. Оның қазақ және орыс тілінде жазылған 4 томдық шығармалары бар. Ол кеңес дәуіріндегі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қызыл ту, еңбек, халықтар достығы, 1-ші дәрежелі Отан соғысы, 2 рет Қызыл жұлдыз, құрмет белгісі сынды орден медальдарымен марапатталған. Халқының шын мәніндегі қаһарман ұлына Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Бауыржан Момышұлының қаһармандық рухы ұрпақтан ұрпаққа өнеге болады. Жойылсын жалғыз соғыс деген, оңтаусы мәңгілік жойылсын. Бомбаның орнын тегістейін, көріктер музейге қойылсын. Кел достарым, ән бастадым, көтеріп жаңғырып. Танасын дала, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Танасын дала, баласын ана, жоқтамасын мәңгілік. Туған елдің тәуелсіздігі мен бостандығы үшін жанын қиған батырларымыз бен қаһармандарымызды мәңгі есте сақтаймыз. Отан үшін отқа түсіп, қан майданнан аман оралған қандастарымыздың алдында бас иеміз. Құрметті Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен тыл ардагерлері, ауыр күндердегі адал еңбектеріңіз бен белсенді азаматтық ұстанымдарыңыз үшін бас иіп алғыс білдіреміз.